желіде сұмдық ақпарат тарады. Барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Алматыдағы жер сілкінісі. ТЖД бастығы үндеу жасады. Нұрлан Атығаев жер сілкінісіне байланысты мәлімдеме жасап, бірінші сілкіністен кейін не істеу керек екенін айтты. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары және қонақтары, Алматы қаласының аумағында жер сілкінісі болды. Паникаға бой бермеңіз. Бірнеше тербеліс аяқталғаннан кейін ғимараттардан шығыңыз. Жақын орналасқан халықты қабылдау пункттеріне барыңыз. Тек ресми көздерден алынған ақпараттарға сеніңіз. Назар аударыңыз. Сирена сигналын естігеннен кейін құлақтандыру құралдарын қосыңыз. Жағдай нақтыланған соң қосымша ақпарат жеткіземіз, деді Атығаев. Айта кетейік, бүгін жер сілкінісі Алматыда 5 балл, Жетісу облысында 2 балл көлемінде сезілді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.